Бүгін сіздерге осындай өте үлкен болып пісетін және дәмі өте қанық әрі ылғалды болып пісетін бисквиттің құпиясымен бөліскім келеді. Бұл бисквит миксерсіз, қолмен тез дайын болады. Бұл бисквит сіздің сүйікті бисквитіңіз болатынына сенімдімін. Менен осылай бірден дайын болатын бисквиттің рецептін алып, арнама тіркеліп және видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін алдымен ұнды үккіштен өткізіп аламыз. Содан кейін разрыхлитель қосамыз, қопсытқыш. Содан кейін ас содасы. Бұл жерде ас содасын міндетті түрде қосу керек. Және ванильді сахар, қант, ванильді, жарты шай қасық тұз және қант. Барлығын қосып, осылай бірден араластырып аласыздар. Бұл жерде соданы міндетті түрде қосу керек, өйткені біз бұған қайнаған су қосамыз. Сода қоспасаңыздар, қамырларыңыз көтерілмей қалады. Осылай араластырып алғаннан кейін, жақсылап араластырып алғасын, 3 жұмыртқаны өстіп саламыз және май қоямыз. Май тазартылған сұйық майларыңызды қолдана бересіздер, өздеріңіздің пісте майларыңызды, ал мен жылқы майын қолдандым. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Ішінде кесектер қалып кетіп, сондай болуы мүмкін. Ол ештеңке қылмайды, өйткені біз әлі аяқтаған жоқпыз қамырды. Осындай консистенцияда болады. Осылай жасап алғаннан кейін, енді біз осылай какао ұнтағына қайнап тұрған 200 мг ыстық суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осы какао ұнтақтары толықтай еріп кеткенше жақсылап араластыратын боласыздар. Бір керкі консистенцияда. Енді осы қамырымыздың үстіне құямыз. Ыстық күйінде. Енді осы қамырымызды бір керкі консистенция болғанша жақсылап араластырамыз. Жаңағы қосқан қантымыз толықтай еру керек. Сондықтан толықтай ерігенше жақсылап араластырасыздар. Бұл көп уақытты қажет етпейтін, 10 минутта араластырып, бірден духовкаға сала салатын, сондай өте жеңіл бисквит, бірақ дәмі енді өте керемет, өте дәмді болады. Айтпақшы, сіздерден арнама тіркеліп, мені өздеріңіздің комментарияларыңызбен, лайктарыңызбен қолдап кетулеріңізді сұраймын. Мені осындай бір керкі консистенцияда болу керек. Енді бұны 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мені біздің бисквитіміз дайын, өте биік болып шықты. Мен де 26 диаметрлік формада пісірдім, соның өзінде осылай көтерілді. Сіздер 24 диаметрі 24 сантиметр болатын формада пісіретін болсаңыздар, бұл мүлдем биік болып шығады, өте үлкен болып шығады. Енді бұның нәзіктігін айтпаймын, өте жұмсақ. Жұмсақтығы сондай, ешқандай пропитканы қажет етпейді бұл тортша. Және байқасаңыздар, тек қолда бар ингредиенттермен ғана жасалады. Негізі қарасаңыздар, басқа да бисквиттерді пісіргенде, кейбір бисквиттер бір-біріне ұқсас, өте ұқсас келеді. Соған қарап ойлайсың, бәрі бірдей ғой деп. Негізі әр бисквитті өзінің пісіру тәсілі әртүрлі болады. Құрамы бірдей болса да, пісіру тәсілі әртүрлі болады. Сол себепті дәмі де әртүрлі болып шығады. Осылай дайын болған бисквиттерімізді кесіп аласыздар да, осылай бөліп, 2-ге немесе 3-ге бөлесіздер. Мен 3-ге кесіп алдым, 3 бөлікке бөліп. Кез келген тортқа қолдана бересіздер. Әсіресе брауниға, сондай шоколадты торттарға қолдансаңыз өте керемет болады. Мынаның иісінен үйдің іші прям шоколадтың иісі шығып кетті ғой. Жасап көріңіздер, жасаған болсаңыздар, комментарийға бөлісе кетіңіздер. Егер де сіздерге осы рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіз.